Сәлем баршаға. Бүгін кешкі асқа өте оңай күрішкеше тамақ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал бастаймыз. Ең алдымен бізге ет қажет болады, және де пияз, картошка, және де сәбіз қажет болады. Етімізді ұсақтап турап алдық. Енді пиязымызды осылай етіп ақырындап турап алатын боламыз. Мінекей, пиязымызды да турап алдық. Енді келесі кезекте біз сәбізімізді турап алатын боламыз. Оны сәбізді мен 4 бөлшек етіп турап шықтым. Өте әдемі көрінеді. Төменде қанша салғанның бәрін жазып кететін боламын. Осылай етіп 4 бөлшек етіп турап алдық сәбізімізді. Содан соң картошкамызды да 4 бөлшек етіп турап алатын боламыз. Майда етіп турасаңыздар өте әдемі көрінеді, және де тез пісетін болады. Мінекей, біз уже турап алдық. Картошкамызды да бәрін, салмаларын бәрін дайындап алдық. Ендігі кезекте қазанымыздың астын отқа қойып, астын қыздыртып алатын боламыз, және де үстінен сұйық майымызды салып, майымызды қыздыртып аламыз. Қызған майға етімізді салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз етімізді. Міне, көріп тұрғандарыңыздай біздің етімізді ақырындап пісіріп жатырмыз, қуырып. Мінекей, біз үстіне енді пиязымызды салып, жақсылап бір рет қуырып аламыз. Міне, жақсылап қуырылып жатыр. Етімізді де екеуі ақырындап қуырылып. Енді оның үстіне біз сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді де осылай етіп бір рет, екі рет қуырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай етіп. Кішкене біз пиязымыз өлу керек. Одан соң ғана сәбіз саласыздар. Сәбіз кішкене қуырылғаннан соң үстіне картошкамызды саламыз. Оны да кішкене осылай етіп 3-4 рет қуырып аламыз. Мінекей, біздікі жақындап қуырылып жатыр. Үстінен тұзымызды салып, және де үстінен томатный пастамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай етіп жақсылап араластырыңыздар. Өйткені томатымыз қымық болып қалмау керек. Жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, қуырып алдық.
тағы 2-3 рет тағы осылай етіп қуырып аламыз. Және де оның үстінен біз 3 стакан су саламыз. Су құйып қайнатып алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 3 стакан суымызды құйып қайнатып алдық. Оға дейін біз күрішімізді саламыз. Мен жарты пиалай күріш салдым. Оны жақсылап жуып алатын боламыз. Күрішіңіз таза болса, сразу жуып алыңыздар. Если таза болмаса, күрішіңізді тазалап, содан соң ғана салыңыздар. Оға дейін біздің тамағымыз жақсылап қайнап шығатын болады. Мінекей біздің тамағымыз жақсылап қайнап дайын болып қалды. Енді дайын болған кезде 15-20 минут қалған кезде күрішімізді салатын боламыз. Өйткені күрішті бірге салатын болсақ, күрішімізбен қосылып кішкене ботқа болып қалуы мүмкін. Содан кейін піскеннен кейін картошкамыз пісейін деп жатқан кезде 20 минут алдын күрішімізді салып, осылай етіп ақырындап пісіріп аламыз. Оның үстіне біз укропымызды дайындаймыз. Укропымызды себеміз. Көріп тұрғандарыңыздай етіп укропымызды тамағымызға салып сәндейміз. Өте әдемі болып шығады. Мінекей біздің тамағымыз дайын. Мінекей енді тамағымызды ыдысымызға салып өте әдемі болып шығады, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай тамақтың бір түрі. Мінекей. Ал бізге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер және достарыңызға да жіберіп қойыңыздар.